Қасым-Жомарт Тоқаев бұрын сөйлеген сөзінде айтты, ең басты тіл қазақ тілі болу керек. 3 тұғырлы тіл, 4 тұғырлы тіл, 5 тұғырлы тіл дегендердің бәрін доғару керек, деді. Сондықтан біз қазақ тіліне ерекше назар аударуымыз керек. Тіптен ол бір сөзінде балабақшаларда, осы Қазақстандағы балабақшалардың барлығында орыс балабақшасы бар ма, ұйғыр балабақшасы бар ма, басқа тілдегі балабақшалар бар ма, барлығына қазақ тілін үйрету керек деді. Осындай ол азаматтық мінез көрсетті. Сондықтан ең басты тіл қазақ тілі болу керек. Мына Қасым-Жомарт Тоқаевтың әкесі Кемел Тоқаев деген кісі болды. Бұл кісі елдік ұлттық мүддеге терең табыр жіберген пайымды, парасатты адам еді. Менің өлеңдерімді 1 сағат, 1,5 сағатқа дейін жатқа оқитын. Мен мынау Қазақстанның Қырғызстандағы елшісі болып 10 жыл жұмыс атқардым. Сол кезде Қасым-Жомарт жиі келіп тұратын маған. Содан кейін кезінде мен мынау Шыңғыс Айтматов екеуміз жазған кітап бар. Ғасыр айлығындағы сырласу, құз басындағы аңшының зары деген. Сол кітапқа мынау Шанхайда 150 мемлекеттің баспасының өнімдері жиналды. Сонда маған сол кітапқа бізге 21 ғасырдың ең дара шыншыл кітабы деп баға берді. Соны бізде басшылар тапсырма беріп қойған, менің атымды атауға болмайды, газет журналдарға беруге болмайды. Сонда осы ештеңеден қорықпай Қасым-Жомарт Тоқаев қана маған құттықтау жіберіп тұрды. Содан кейін мен кейін түрк әлемінің түрк тілдес халықтардың ең үздік әлем ақыны атағын мен алдым. Түрк тілдес халықтар арасындағы ең үздік әлем жазушы атағын Шыңғыс Айтматов алды. Екеуміз ғана алдық. Сонда да қорықпай осы Қасым-Жомарт Тоқаев құттықтау жіберіп тұрды. Бұл өзі елдік ұлттық мүддеге терең тамыр жіберген шыншыл азамат. Менің жиі айтатын мынандай бір өлеңім бар. Шындық кейде қалың арпа ішіндегі бір бидай. Неге әділдік күресінде жұрттың көбі тымпибай? Ұлтсыздыққа, рухсыздыққа кім батылдық көрсетпесе қырғидай, ондайлардың бүгінгі аты Ырбекүл мен Жырбибай. Қазір өкінішке орай Ырбекүлдер мен Жырбибайлар қаптап кетті. Жастарға біз жөнді тәрбие бере алмадық. Өйткені осы мен Алматы қаласын Яблоката қаласы деп атаймын. Себебі Алматы қаласындағы қазақтардың 70% өз ана тілінде оқи алмайды, жаза алмайды. Космополитке айналған. Міне, сондықтан мынау қазір Қасым-Жомарт Тоқаев келе салып үлкен жұмыстар жасап жатыр. Оның жұмыстарын бәрін қолдауымыз керек. Алматы облысына атом электростанциясын салмақшы болды Ресей. Сол кезде Тоқаев мәлімдеме жасады. Бүкіл қазақ халқы көтеріледі деді. Содан кейін мен де бұған түбегейлі қарсымын деді. Содан кейін атом электростанциясын Өзбекстанға ауыстырып жіберді. Егер ондай мәлімдеме жасамағанда бәріміз осы ауруға ұшырайтын едік. Міне сондықтан осы араның өзінде, осы мәселенің өзінде Қасым-Жомарт Тоқаевтың үлкен еңбегі бар.